Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есім Арсанбек, желіде легендарный қазақ деп танылып кеткен болатынмын. Кореяда өмір сүріп, жұмыс жасап жатқаныма 4 жылдан астам уақыт болды. Және қазіргі сәтте мен Кореядағы құрылысында ең көп жалақы жұмыс істейтін бірінде жұмыс атқарамын. Кореяға келу жолдарын білгіңіз келсе, описанияда Telegram каналымның сілтемесі болады. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал қазір осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Жаңа айтып кеткендей, Кореядағы қазіргі сәтте құрылыстарына ең көп жалақы төлейтін жұмыстардың бірінде жұмыс атқарамын. Ол дегеніміз альпом параши. Альпом дегеніміз алюминиевый опалубка дайын размермен, параши соны бұзу. Қазір фрагмент жасап кетем. Не жұмыс екенін видеодан көре аласыз. $220,000 вон, бір айда 20 күннен 23 күнге дейін жұмыс атқарамын. Бір айда егерде мен 220,000 воннан 23 күн жұмыс жасасам, ол дегеніміз 5,060,000 вон болады. Одан азайтамыз 4%, өйткені Кореяға налог төлейміз. Сонда менің қолыма түсетін 4,757,000 вон. Ол дегеніміз 1,724,500 теңге қазіргі курспен есептегенде. Бірақ та білесіздер, кіріс бар жерде, шығыс бар. Сол шығысы туралы айтып кетейік, қанша мың Кореяда мен соның жаратам. Қазіргі сәтте менің жақында ғана дүниеге балам өмірге келді. Корея елінде құттықтап қойсаңыздар болады комментарияда. Рахмет. Ал ең бірінші, әрине ол пәтер. Өйткені мен қатынмен және баламмен тұрғасын өзім жеке пәтер жалдап тұрамын. 2 бөлмелік үлкен пәтер, оған мен айына 700,000 вон төлеймін. Және де 100,000-нан 150,000 вонға дейін мен коммусулға төлеймін. Азық түлікке бір айға 1,5 миллион вон, және де баламның тұрмыс тіршілігіне 500,000 вон, өйткені оның памперс бар, больницаға қаралуы бар. Ай сайын мен Қазақстанда депозитқа 700,000 вон құйып отырамын. Оны білесіздер, өйткені Қазақстанға инвестировать ету қажет. Және де тарифқа 2 адамға 72,600 вон төлеймін. Бұлай ішіп, жеп, қыдыруға 200,300 вон алып қаламыз. Сонда бәрі есептесек 3,980,000 теңге болады. Егер округлять етсек, ол 4 миллион. Сонда мен егерде жақсы жұмысқа 23 күн бойы тоқтамай шықсам, 4,857,000 алсам, одан азайтамыз 4 миллионды. Сонда менің қолыма қалатын бар оған 857,000 вон. Ой, онда Кореяға келудің не керегі бар деп сіздер әрине міндетті түрде сұрақ қоюыңыз мүмкін. Келуге болады. Тек қана бойдақ болсаңыз, немесе тек қана әйеліңіз екеуіңіз болсаңыз. Неге десеңіздер, баламен келу өте қымбат, және де баланың кесірінен деп айтпай қойын, бала болғандықтан сіздер жұмысқа толыққанды шалмайсыздар. Неге десеңіздер, Кореяда детский садик болғанмен, ол кеш сағат 5, максимум 6-ға дейін жұмыс істейді. Ал сіз болсаңыз, заводыңыз қайда екен білмейсіздер, өйткені сіз тура есіктің алдында жұмысқа шықпайсыз ғой. Сіздер 1 сағат, 1,5 сағат жол жүретін жұмысқа баруыңыз мүмкін. Сондықтан да оған бірінші детский садикта 300,000 воннан 700,000 вонға дейін төлейсіз. Ол бір, ал екіншісі сіз өкінішке орай жұмыстан ерте қайтуыңыз керек болатын болады. Кеш баруыңыз керек болады. Таңғы сағат 7-тен кеш сағат 5-ке дейін детский садик істейді. Ал сіздің жұмысыңыз таңғы сағат 7-тен кеш сағат 5-ке дейін. Сондықтан да Кореяға келетін болсаңыздар, тек қана екеуіңіз келіңіздер, жұбайыңыз екеуіңіз, немесе жалғыз өзіңіз келіңіздер, еркектер. Солай, бәріңізге рахмет. Осы видеоны достарыңызға таратып, Корея туралы керемет ақпараттар менің Telegram каналымда, сілтемесі описанияда, және де Instagram, TikTok желісінде барым, міндетті түрде тіркеліңіздер.